Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Данил. Және бүгінгі видеода өзінің туған күнінде не болғаны, не болмағаны жайлы айтатын боламын. Ал біз видеомызды бастайық қане. Менде достар, біз бүгін мен сағат 10-да, досыммен бірге игротекке бардым. Сенбесеңіздер, мені фотосын сенесіздер ғой, өйткені мен сообществоға салып қойғам бір рет. Ал достар, мен сообществоға салған болатын. Менің көбінесе роднойларым және достарым арасында подписчиктерім бар шығар, білмеймін енді. Құттықтады, соларға өте мың алғыс. Рахмет сіздерге. Сіздерге деген ғой. Сіздерге өте мың алғыс достар. Менің өзім туған күнім сияқты атмосфера маған сезілді кәдімгідей сіздердің арқаларыңызда. Әрине, және бұл біріншіден анамның арқасында, ал екіншіден сіздердің арқаларыңызда. Рахмет сіздерге, бүгініңізді құттықтап жатсыздар. Осы 2025-ке дейін мен 1000 подписчикке жетуім мүмкін деп ойлаймын. Ал сіздерге сендім. Осы мейлі 700 подписчикке жеткізсеңіздер, мен сіздерге ренжімеймін. Ладно, ренжімей қойын сіздерге. Өйтіп мен өзім туған күнде сіздерге крутой болудың қажеті жоқ. Ол просто туған күнім деп өйтіп не крутой болудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жай ғана осы қарапайым адамда сияқты нормально жүрген дұрыс деп ойлаймын. Ал не айтамын енді басқа? Рахмет барлығыңызға, құттықты комментарийға жазып отқан шығарсыздар. Осындай короткий видео болды. Мен сіздер үшін қуанамын әрине. Сіздерден де мен 1000 подписчик күтемін 2025-ке дейін. Әрине. Енді слишком сіздерге жинап қойдып, енді зорламаймын ешқандай да, қинамаймын да өйтіп. Бірақ тіркелсеңіздер де жақсы болар еді. Ал мен сіздермен біргем, осындай короткий видео болды. Ренжімеңіздер, келесіде жақсы видео шығаруға тырысамын деп ойлаймын. Алда 2025-те жақсы нәрселер болады деген ойдамын. Ал осымен сіздермен болған мен Данил. Бәріңізге сәттілік, сау болыңыздар. Кстати, арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал мен видеомды аяқтайын.